Фильмдердегі, комикстердегі супер батырлар әртүрлі қасиеттерге ие. Бірі көзінен лазер аталса, енді бірі табиғи құбылыстарды басқара алады. Шынайы өмірде әрине мұндай супер қаһармандар жоқ. Себебі бұл супер адамдар адамзат қиялынан туындаған. Біздің өмір таңғажайып емес екендігіне көңіліңізді түсірмеңіз. Негізінен әртүрлі супер қасиеттер шынайы өмірде де бар, бірақ адамдар арасында емес. Бүгінгі видео осы супер қасиеттері бар тіршілік иелеріне арналмақ. Қызықты супер қасиеті бар тіршілік иелерінің бірі сыртылдатқыш шаяндар. Ғылыми атауы Alpheus digitalis. Бұл тіршілік иелері дүниежүзілік мұхиттың барлық бұрышында өмір сүреді. Олардың денесінің ұзындығы небәрі 6 сантиметрге жетеді. Сыртылдатқыш шаяндар қысқыштарын бір мезетте атылған оқтың жылдамдығымен шертеді. Осы сәтте қысқыштары аз ғана миллисекундқа 5000 градусқа дейін қызып, жарқырайды. Бұл супер қасиет жыртқыштарға сағатына 100 км өте алатын ыстық су ағынымен атқылауға мүмкіндік береді. Жыртқышты есеңгіретіп тастауға немесе аквариумды сындыруға мұндай қасиет жеткілікті. Бірақ сыртылдатқыш шаяндар үлкен жарылыстар жасай алмайды. Себебі олардың супер қасиеттері өте аз уақытқа пайда болады. Супермендер көзінен лазер аталса, біздің жануар көзінен қан атады. Және ол бақа тектес кесіртке. Канада ақш аумақтарында тіршілік ететін осы кесірткенің басты супер қасиеті көзден қан ату. Бұл жыртқыштарға, әсіресе олардың басты жаулары койоттар және динголарға қарсы керемет қару. Себебі кесірткенің қаны жаудың тұп-тура көзіне тиеді және оны аз уақытқа болса да соқыр етеді. Бақа тектес кесірткелердің қанының дәмі жиіркенішті болады. Сонымен қатар, оның қаны тиген жерінде тітіркену тудырады. Қанның мұндай қасиетті кесірткенің сүйіп жейтін құмырсқа, нақтырақ айтқанда құмырсқа оларынан пайда болады. Аса қажет кезде кесіртке барлық қанының 1/3 бөлігін атуға жұмсай алады. Тағы бір супер жануар Африкада тұрады. Шашты бақалар шынында да шаш секілді өскіндермен көмкерілген. Бұл шаштар бақаның жақсырақ тыныс алуына көмек береді. Ең қызығы, ол қауіп төнген жағдайда сүйегін сындырып, сүйектің сынған бөлігін қару ретінде қолданады. Жыртқыш шабуылдаған жағдайда сүйек бақаның терісін тесіп шығып, қорғануға арналған тырнақ рөлін атқарады. Қауіп сейілген соң, сүйектер қайтадан тері ішіне еніп қалпына келеді. Кариб теңізінде медузалардың Turritopsis nutricula түрі өмір сүреді. Осы медузаның супер тіршілік иелері қатарына енуі оның ажалсыздық қасиетіне байланысты. Денелерінің ұзындығы миллиметр ғана болғандықтан, олар ешкімге зиян келтіре алмайды. Медуза жарақат алған жағдайда теңіз түбіне түсіп, біршама уақытқа жабысқаққа айналады. Осындай түрде 2 ай өткізгеннен соң, медуза баяғы қалпына келіп, өмірін ары қарай жалғастыра береді. Осы циклды қайталау арқылы ол мәңгі өмір сүреді. Мұндай медузалар жыртқыш жеген кезде ғана өледі. Оңтүстік-батыс Азия джунглилерінде сіздің басыңызға ұшатын жылан түсуі мүмкін. Бұл жылан ағаш бұтақтарынан секіріп ұша алады. Ұшу үшін алдымен денесін жайрап секіреді де кең болып жайылады. Бұл супер қасиет жаулардан қашуға, жемтікке, кенеттен атқылауға көмек береді. Эксперименттер барысында жыланның 41 метрден өзіне еш зиянсыз секіре алатыны анықталды. Ұшатын жыландар улы болады, бірақ адам өліміне әкеліп соқпайды. Бүгінге айтарым болса, видео ұнаған болса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше.